Шат шырағаттың шаңырағына бас сұғып дәм ауысию дәстүрі осы мерекені тойлайтын барлық мұсылман елде бар. Сол қалыптасқан дәстүр бойынша бізге студиямызға танымал өнер жұлдызы, ең бастысы 3 баланың анасы Ардақ Балажанова келіп отыр. Енді бүгін Құрбан айт мерекесі қарсаңында дәстүрлі сұрақ. Біз қалай қарсы аламыз мерекені? Енді бірінші мереке құтты болсын барлығымызға. Негізі осы кішкентай кезімнен, сәби күніңнен жанұяңда не көрсең, соны ұшқанда үлкен өзіңнің шаңырақ болған кезде соны істейсің ғой. Дегенмен де сол кішкентай кезімде атам мен әжемнің тәрбиесін көп алғандықтан, осы үлкен атамыздың үйінде мешіт болды. Менің бір есімде, бір 5-6 жасымда. Сонда олар Құрбан айтқа аса дайындықпен дайындалатын. Енді ең бірінші қой. Ең бірінші жаңағы мал союдан басталады, ірі қара болмаса жаңағы осындай қой сояды дегендей. Әжеміз бауырсақ пісіреді, менің мамам жаңағы келіндері. Жаңағы бауырсақты пісіріп, жаңағы сондай дастарханды жайнатып, таң атпастан жаңағы бір-бірінің үйін аралап, бізді жетектеп ертіп баратын әжеміз. Негізі ауылда өстіңіз ғой? Ауылда. Ауылда мен жаңағы әлі есімде, мысалы, жаңағы қалада ондайды әлі көрген жоқпын, әлі таңғалам. Дастархан жайылып тұрады. Сіздерде солай болатын бе? Мысалы, жиылмайтын 3 күн қатарынан. Келетін адам келіп, дастархан мүлдем жиылмайды демеймін, бірақ дегенмен де мереке басталғаннан бастап дастархан жайылып тұрады. Содан жаңағы ауылда қариялар да көп болатын, ол кезде үлкен кісілер де көп, туған туысқанда, Аллаға шүкір, жаңағы бірінің артынан бірі келіп жатқанда, осы мамамыз отырып, жаңағы әдемілеп шайын құйып беріп, үлкен кісілер батасын беріп, тілегін айтып, баппен шай ішіп, сондай кетіп жататын. Бір қызығы есімде қалған бір әдемі сәттер, жаңағы қой сойғанда жаңағы малдың сирағын ұстатып қоятын бізге. Соған таласатынбыз. Ол бір әдемі, бір бала кезден бір әдемі көріністер, бірақ дегенмен де біз енді қазір осы қаланың өміріне үйренгендіктен, осы өзіміздің жанұяда қазір өсіп кетқан бүлдіршіндерім оны көп көре бермейтін болғаннан кейін кейде. Сіздің балаларыңыз әйтеуір мынау немене деп тұрмай ма қойды көргенде? Үйтпейді, бірақ дегенмен де сол ауылдың иісін сезініп, сол даланы көрсін, күні түні асфальтте өспесін деп жаңағы ауылға жиі апарып жатамыз. Бұл мерекенің маңызы зор дегеніміз сол бұл мерекеде жаңағы Құран оқылады, тілек айтылады, бата беріледі, мүлтіксіз бір қабыл болатын бір керемет мереке деп ойлаймын. Енді мереке ғой, бірақ бізде мен мысалы әртүрлі мерекеге қатысты бір концерттер өтіп жатады. Ойбай, ана жерде бір нәрсе ашылыпты дейді, бір сауда орталығы ашылыпты, мереке, әншілер жиналып алып, бір концерт ұйымдастырып жатады. Осы мен естіген жоқпын ба, әлде естімей жүрмін бе? Құрбан айтқа қатысты бір арнайы әншілер жинап бір мереке болған емес, Негізі болып жатырған болар, бірақ мен таза өзім сол болған кештерде қатысып көрген емеспін, шын айтқанда. Негізі бұл бізге жарнаманың керегі жоқ қой, мысалға. Бұл мереке кім үшін керек? Біздің ұрпақ үшін керек, жастар үшін керек, балалар үшін керек. Сондықтан болу керек сияқты. Дегенмен де осындай бір әдемі кештер, бағдарламалар болу керек. Соның арқасында ол дами береді, салт дәстүріміз жаңағы осындай. Салт дәстүріміз демекші, сіз есіңізде ме? Мысалы, бала кезде Құрбан айт мерекесі қарсаңында қандай әндер жиі айтылады, мысалы? Бір өзіндік бір әндер наурызда? Мен енді наурызда ән айтқанын білем, бірақ Құрбан айтта бір ән айтты деп естіген емеспін. Бірақ енді бір үлкен кісілер келген кезде жаңағы ән айтқызатын, бірақ енді ол бір Құрбан айтты емес шығар. Негізі бұл мерекенің бір ерекшелігі сол дейсіз ғой? Ерекшелігі мүмкін сол да шығар. Жарайды, енді негізі бір ұмытылып бара жатқан дәстүрді қайта жаңғыртып жатырмыз. Сіз айтып жатсыз, асфальтта өскен балалар енді қойдың да не екенін білмейтіндер бар ғой. Тек қана қаладан шықпағандары бар, қаладан шықса да шетелге барып, тек қаладан қалаға қыдырып жүргендері бар. Сондықтан бұл мерекенің маңызы зор деп өзіңіз айтып жатсыз. Онымен қоса айтта жаңағы мерекеде, бұл мерекенің ерекшелігі қазақта бұрыннан келе жатқан келген қонақты құралақан жібермейді ғой. Мен соны осы студияда біз осындай, мен өз қолымнан жасағанмын, осындай біз бағдарлама барысында үйреткенбіз, қыз келіншектерге пайдалы кеңес бергенбіз, осындай пайдаға аспай қалған осындай банкалардан әдемі үйдегі тұрмысқа қажетті, мысалы, күрішіміз бар, өзіміздің дәнді дақылдарымыздан осындай әдемі бұйым жасағанмын. Соны сіздің асханаңызда тұрсын, сіздің ас үйіңізде тұрсын деп сыйға тартпақшымын осы мерекеде. Көп рахмет. Мынау мен үшін үлкен мәртебе. Ең бұның ерекшелігі
өзімнің қолдан жасалған дүние. Бұл менің үйдегі өсіп келе жатқан қыздарыма да жаңағы сабақ болады деп ойлаймын. Рахмет. Енді сізді қазір бүкіл Қазақстан қарап отыр. Сіздің артыңыздан ерген сіңлілеріңіз бар. Сіздің жылы тілегіңіз айтар. Айтар тілегім мереке көп болсын, тек аман болайық. Рахмет көп. Адамзат баласына ортақ қасиет ескі дүниені жаны қаламайтындығында шығар бәлкім. Бұған антиквариат жинайтын көрермендерім қарсы болып отыр білем. Себебі кез келген заттан не құбылыстан жаңалық күтетін адам атаулысының дәл осы мәселеде ойы екіге жарылады. Қабашылмаған суық жаңа заттары бар сауда үйлерінен бөлек, әлемде мынадай қызық базарлары бар. Каирдегі Хан эль-Халили базары. Африканың ең үлкен сауда нүктесі деуге де болады. Ондағы сауда алаңы жүздеген жылдар бойы Каирдің қандай болғандығынан хабар береді. Ескі заттар, ескі дәмдеуіштер. Ал адамдар Лондонның Портабелло көшесінде 300-ге жуық жыл сауда-саттық жасаған. Әлемде жылтырақ заттар мен журналдар дүниеге келіп, алға басса да бұл жерде ескі құсқы заттар ғана сатылып келеді. Демек, адам кейде жылтыраған жаңа заттан да жалығатын болған ғой. Париждегі Сент-Уан базар туралы айтпай кетсек ұят болар. Бұл өзі нағыз қоқыс базар дер едіңіз. Жерде ғана жайылып жатқан базарда ескі түйме, көнетоз, жейде, ескіліктен кескіні кеткен аяқ киім, сыр ұшқан шәйнек бәрі бар. Шәйнек демекші, бағана айтта бірнеше күн демалыс береді деп қалдық. Енді осы күндерді босқа өткізбес үшін қыз келіншектерге мен де бір мини мастер-класс өткізіп жіберейін. Сонымен жарамсыз, керексіз болып қалған дүниелерден жаңа бір бұйым жасау, ол біздің қолымыздан келеді. Мәселен, мынандай бір сыры көшкен шәйнектер әр үйде болуы мүмкін. Тастауға көз қимайды, ал кейбір үйлерде тіпті қорада, ауылдарда, сарайларда жатуы мүмкін. Ол әйтеуір бір күні пайдаға асып қалар деген оймен біз жинай береміз кейде. Мен өз басым ондай артық нәрселерді лақтырмауға тырысам. Олардан бір нәрсе ойластыруға тырысам. Міне, бүгінге мен сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Осындай ескі шәйнектерден оларға жаңа өмір сыйлап, оны бір бұйым ретінде пайдаланудың тағы бір тәсілі бар. Ол үшін ең әуелі біз мынандай бояулар бар, арнайы, бұлар дезодорант сияқты кәдімгідей шашылады және тез кебет, бұлардың бір ерекшелігі. Осындай шәйнекті аламыз да ұзақ созудың қажеті жоқ. Біз бояймыз. Ең басты мына жаңағы қағаз төсеп қойдық біз. Сіздер де мұқият болыңыздар, өйткені бұл жер көкті бүлдіретін бояу өзі. Міне, көріп тұрсыздар. Бұл жерде ешқандай артық ойлаудың да, артық қимылдың да қажеті жоқ. Бұлай бояймыз. Бұның иісі жаман, иісі өткір. Сондықтан мүмкіндігінше бояған кезде есік терезені ашып, немесе енді ауылда болса, онда далада істеуге де болады бұндайды. Мен кішкене қолымды бүлдіріп алмас үшін бұлай айналдырып бояуға тырысып жатырмын. Сіздер де мүмкіндігінше үйдегі жиһаздарды немесе басқа да дүниелерді бүлдіріп алмауға тырысыңыздар. Көріп отырсыздар, осының өзінде біздің шәйнегіміз бағанағы ескі шәйнек емес, қорада жатқан. Бұл енді бір өзінше ерекше бір шәйнек болып келе жатыр. Бірақ бұнымен шаруа бітпейді. Мен сіздерге қазір көрсетіп жатырмын. Бұл шәйнекті бояймыз. Содан кейін бұл енді кебу керек. Мен сіздерге айттым, бұл бояудың ерекшелігі. Бұл тез кебетін бояу, бірақ бірнеше секундта, немесе бірнеше минутта кеуіп үлгермейді. Сондықтан мен сіздерге жай ғана бояу тәсілін көрсетіп жатырмын. Қақпағында бояймыз. Қақпағының ескеріңіздер ішкі жағын бояймыз. Қақпағының ішкі жағын бояймыз. Бұны көрдіңіздер ғой, иісі жаман. Иісі өткір. Үйде кішкентай бала болса, бұны үйде боямағандарыңыз дұрыс, өйткені тұншығып қалуы мүмкін. Үлкен адамдардың өзі әрең шыдайды. Енді менің айтқым келгені, бұлай боядық, көрсеттім сіздерге. Енді бұл кебу керек. Бұны мен тез кеппейтінін біліп,
үйден басқа шайнекті, тағы бір әпкемнің үйіндегі бір ескі бір шайнекті алып, оны да бояп дайындап қойғанмын. Мен сол бояп қойған, кеуіп дайын тұрған шайнегімді әрі қарай безендіруді, әшекейлеуді көрсетейін. Әзірге мына шайнекті бұлай ысырып тастайық. Әзірге мына шайнекті бұлай ысыра тұрайық. Бүлдіріп алмай. Бұл толықтай кебу керек. Енді менің үйден бояп келген шайнегім мынандай. Көріп тұрсыздар. Бұл да бір ескі жарамсыз болып қалған шайнектің бірі. Бұны боядым. Көріп отырсыздар, мына астыңғы жағын бояудың аса қажет жоқ. Ең бастысы мына қақпақтың ішкі жағы боялу керек. Оны, міне, шайнек толықтай боялды. Осы бойынша енді біз қазір бізге қажет болатыны, бұл бізге желім қажет. Клеевый пистолет бар менің қолымда. Пистолет деген атынан шошымаңыздар. Бұл қазір қыссын, содан кейін мен көрсетем. Міне, бізге қажет клеевый пистолет, мынандай желім арнайы. Онымен қоса, әрине, қайшы керек, мындай әдемі жіптер керек. Әдемі жіптерсіз біз ешқайда бара алмаймыз. Сосын міне, үйде қандай моншақ, немесе кішкентай балалардан қалған бір үзіліп қалған моншақтары болуы мүмкін. Оны міндетті түрде дүкеннен сатып алудың қажет жоқ. Үйден табылады бұндай нәрсе. Немесе ескі түймелер, барлығын мүмкіндікше ескі дүниелерді пайдаға асыруға тырысайық. Сонымен, қазір күшті ма шайнегім? Жасалуы оңай, өте оңай. Қазір мен клейм қыссын, сосын мен қызайын деп қалды кішкене. Қазір әрі қарай көрсетем. Бұл жерде шайнегіміздің мынандай бір ескі, сырылып қалған, немесе мынау әбден құлап, неше жерде ескірген шайнек қой. Бірақ бұның барлығы бояған кезде білінбей бір түсті болып кетеді. Оның үстіне біз қазір оны безендіреміз, моншақтармен әшекейлейміз. Енді осы шайнектің ең әуелі біз қақпағын осылай бекітіп алуымыз керек. Ол үшін былай істейміз. Мына желімді алып, қазір кішкене барып тұр. Барып тұр қазір. Не, бұлай желімді жағып, тезірек мынаны орналастыра қоямыз. Мынау бізде қақпағы ашылмайтындай болу керек. Бұл шайнектен әрине біз мынандай бояумен, мынау енді үйде тұрмыста қолданылатын бояу болғандықтан, бұл шайнектен біз енді су ішпейміз. Болмайды. Бұл енді бізде әдемі ас үйге бір әдемілеп безендіріп қоятын бір аксессуар ретінде бір атрибут болады бізде. Соны айта кетейін, және былай бекіттік. Енді біз бұны әшекейлейміз. Қолымызда қыз балалар енді мынау моншақ жақсы көреді ғой бәрін. Менің қолымда қазір мынандай әдемі жіп бар. Бұл жіптің орнында әртүрлі лента, үйде не бар, барлығын қолдануға болады. Ең бастысы бір әдемі болып, үйлесімді болып, өздеріңізге ұнаса сол ғана. Сіздердің ойларыңызда жүрген, немесе әртүрлі өрнектер болуы мүмкін. Немесе қалай көңілдеріңізге ұнайды, олай істеңіздер. Бұл жерде бір ережесі жоқ, немесе былай істеу керек, былай істеу керек деп мен сіздерге айтпаймын да. Бұл ең бастысы сіздерге ұнау керек. Ұнайды ол сіздерге. Мен білем оны. Қазір осы жерде біз моншақтарды да пайдаланамыз қазір. Моншақтарды әрине, мысалы, сізге қандай түстер ұнайды, ол өз алдына. Одан кейін сіздер ескерулеріңіз керек. Бұл шайнекті біз көк түске боядық. Демек, оған біз сондай осы шайнекті ашатындай моншақтармен көмкеруіміз керек. Ол моншақтармен де бар, әдейі мен сондай қызыл, түсті, әртүрлі моншақтарды алып келдім өзіммен бірге. Қазір мен сіздерге көрсетем, қалай болатын ол процестің.
Сонымен моншақтарды орналастырамыз. Мен осындай әдемі моншақтарды алып келдім. Бұл моншақтарда шынымды айтсам менде әр нәрседен қалған моншақтар. Пайдаға аспай жатқан. Кейде бір үйде кішкентай балалары болса, біледі ғой, төгіліп жатады үйде кейде. Ол бірдеңеге жарайтынын білмейсің. Осындайда сондай нәрселерді қолдануға болады. Және осы жерде мен айта кетейін, нені де қолдануға болады? Түймелерді. Түймелер кәдімгі осы моншақтардың орнында да кете береді. Өте әдемі болады. Және қазір бұның сіздер қандай миссия атқаратын түсінбей отырған боларсыздар. Қазір мен сіздерге айтам. Әуелі біз моншақтарымызды орналастырып алайық. Бұл процесс негізінен тез жүрмейді. Ол үшін кішкене қолдың икемінен бұрын бұл жерде шыдамдылық керек. Өйткені бұл майда жұмыс. Әр моншақты тізіп отыру деген шыдамдылыққа үйретеді бір жағынан. Өйткені біз қазір зыр жүгіріп көп нәрсені ұмытамыз, елемейміз, ескермейміз. Ал осы сәтте моншақтарды әдемілеп осылай орналастырып жатқан кезде әртүрлі жақсы дүниелер туралы ойлануға болады. Онымен қоса ауылда белгілі ғой, көбінесе тұрмыста қолданылмай қалған нәрселерді біз қораға апарып тастаймыз. Ол сол қорада жылдап жатады. Сосын бір күні қоқысқа кетеді. Бұлай қоқысқа кетіп қалмас үшін қораларыңызды бір-бір ақтарып көріңіздер. Сарайларда жатуы мүмкін осындай. Әжелеріміздің көзі қимай лақтыруға жата берсін деген ескі шайнектері. Немесе басқа ыдыстардан да кішкене ойластыруға болады. Мен әзірге тек қана қолыма түскені шайнек болды. Өйткені бір ескі шайнекті лақтырғым келмей, оны бір ас үйге қойып қойғым келді. Қазір біз орналастырамыз. Не ғана қалды. Өте әдемі шайнегіміз, өте әдемі басқа бір шайнекке айналып бара жатыр. Оны өз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Бұл жерде ең бастысы түстерді дұрыс таңдай білу керек. Көк шайнекке егер біз көк моншақ тағып қойсақ, онда ол олай сәнін келтірмес еді. Отырсыздар, қызыл мен қара, оның үстіне ақ жіппен көмкердік. Сондықтан бұл бір ерекше формаға ие болайын деп тұр. Сонымен, менің шайнегім дайын деп айтуға болады. Енді мен сіздерге көрсетейін. Шайнегіміз мынандай болып шықты. Көріп отырсыздар. Өте әдемі шайнек. Егер бұның бірнеше сағат бұрын сарайда немесе қорада жатқан, немесе жай ғана керексіз болып жатқан шайнек екендігін ескерер болсақ, онда қазір бұл өте әдемі, керемет, эксклюзивті туынды. Және бұндай ешкімде жоқ, мен қайталап айтам. Бұндайды шынымды айтсам кез келген үйден кездестіруге болады деп айтпас едім. Енді бұның миссиясы қандай деген сұрақ туындайды. Қандай? Қазір бұған су қойып ішпейміз, қазір бұнымен су қайнатпаймыз, шай қоймаймыз. Бұл жай ғана біздің әшекей бұйымымыз ретінде ас үйде тұру керек. Енді менің сіздерге айтатыным, бұл жай ғана гүлді қойып қоятын ас үйдегі осындай әдемі дүниеге айналады. Бұның үстіне осындай әдемі гүлді немесе кез келген басқа ыдысты сәндеп қоюларыңызға болады. Сонда міне осындай керемет эксклюзивті туынды шықты. Бұндай ешкімде жоқ. Ең басты өз қолыңызбен жасалған туынды. Және үйде пайдаға аспай қалған, керексіз, жарамсыз болып қалған шайнекті сіз міне жаңа өмір сыйлап, әдем етіп ас үйіңізге қойып қоясыз. Іске сәт! Алланың ризашылығы үшін шалынған құрбандықтың әрбір қыл үшін сауап бар екен. Ендеше құрбаныңыз қабыл, сеніміңіз кәміл болғай. Біз ешкімді қайта тәрбиелемейміз. Біреудің жеке өміріне араласпаймыз да. Біз жай күйбең тірлікте көмескі тартқан ұсақ түйекті түгендейміз. Айт қабыл болсын ағайын, жүздескенше.